Olma. Evet. Salmasına bola. Oturda. Bugünkü sabahki baslarga көңіл күйіміз қандай? Онда осындай көңіл күймен біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көркемдік жазба, толғамы, ватик және күзет тақырыбында. Оған кетмес бұрын біз өткен сабақтарға шолу жасап шығайық. Себебі бүгінгі сабағымыздың барлығы да осы өткен сабақтармен өте тығыз байланысты. Олай болса, біз өткен сабақтарға шолу жасап шығайық. Экранға қараймыз. Экранға қараймыз барлығымызды. Бірінші, визуалды өнер бойынша біз өткен сабақтарға айналмалы дөңгелек тақырыбында жасаймыз. Мына жерде сұрақтарға жауап береміз. Нақты даусымызды үлкейтіп, айтып, жауап берейік. Бірінші, неге келді? Живопись дейді. Живопись дегенімізді кім айтады? Қане айта ғой? Бояулармен салынатын сурет. Қаттырақ айтайық. Бояулармен салынатын сурет. Дұрыс, бояулармен салынған сурет дейді. Дұрыс, ары қарай. Портрет. Айта қойғаны? Қаттырақ айтайық. Адамның бейнесін салуға айтамыз дейді. Дұрыс па? Дұрыс, ары қарай кеттік. Мүсін. Айта ғой. Ол балшықтан керамикадан жасалады. Қаттырақ айтамыз. Балшықтан керамикадан жасалады. Тастан жасалады не? Және бізде мектепте нені жасаймыз? Пластилиннен жасаймыз, балалар? Ары қарай кеттік. Тез жауап берейік. Анимация жанр. Басқаларымыз айтамыз. Таня айта ғой. Жануарлардың бейнесін салуды айтамыз. Дұрыс па? Дұрыс, ары қарай. Пейзаж. Камая. Табиғат бейнесін салуды айтамыз. Дұрыс. Кім айтады? Сәндік қолданбалы өнер. Сәндік қолданбалы өнер. Кім айтады? Айта ғой. Дәл айта ғой. Сәндік қолданбалы өнер дегеніміз не? Ой өнер, қолдан жасалатын бұйымдардың барлығы неге жатады екен? Сәндік қолданбалы өнер жатады екен. Ары қарай. Баталдық жанр. Соғыс бейнесін бейнелейтін суретті айтамыз. Дұрыс. Ары қарай. Ең соңғы графика деген қалды. Графиканы бәрімізді білеміз ғой, иә? Графика дегеніміз қаламмен, тушпен, углмен және пастельмен салынатын суреттерді айтамыз. Міне балалар, осы бүгінгі өтіп жатқан сабағымыздың бәріне осы нәрседен келейік. Енді бүгінгі сабағымызға келетін болсақ, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көркемдік жазба, толғама және ватик жазба түрлері дейді. Ондағы мақсатымыз, бүгінгі сабақтың мақсаты тарихи және өнердің шығу тегі әртүрлі өнер қолөнері мен дизайн туындылардың ерекшеліктерін өз бетінше зерттеу және сипаттау. Бұл жерде бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Шығармашылық жұмыста идеяларды іске асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің ең тиімдісін таңдай отырып, қолданып, соны оның ішінде ақтыны көбірек қолдануымыз керек. Ары қарай. Сәндік қолданбалы өнердің бір түрі бұл көркем өрнек салу түрлерінің иесіндері, халық өнерінің алуан түрлеріндегі ою-өрнек композициясы ерекшеліктермен танысасыздар бүгінгі сабағымызда.
Батик. Батик дегеніміз балалар неге салынатын жұмыс білесіңдер ме? Батик. Матаға салынатын жұмысы себебі біздің киіп жатқан киімдерімізде де жаңағы көбінесе шелк дейміз қыздар көйлектерінде де шыт маталарда көбінесе батикпен салынатын жұмыстар еді. Батик өнерінің отаны Қытай және Үнді елі дейді. Негізінен батик өнері ең алғаш Индонезияның Ява және Бали аралдарында дамып, бүкіл әлемге таралған екен. Батик сөзінің өзі бар дегеніміз мата, тик дегеніміз тамшы деген мағынаны береді. Сонда матаға тамшылап сурет салу деген білдіреді екен. Енді осы батиктің түрлері. Батиктің өзі 3 түрге бөлінеді екен. Түйінді батик, салқын батик және ыстық батик болып бөлінеді екен. Енді олар әрқайсысына жеке-жеке тоқталып отырып жұмыс жасаймыз. Түйінді батик дегеніміз қалай жасалады және не батик, ыстық батик дегеніміз қалай жасалады. Түйінді батик матаға сурет салудың ең оңай түрі болып келеді. Оны практика жүзінде қолданған кезімізде матаны түйнектеп алып, соған тамшылап жаңағы суретті салған кезде бояуды тамшылатқан кезімізде оны жазған кезде басқаша бір өзіміз ойламаған сурет шығуы мүмкін. Сол түйінді батик дегеніміз сол. Түйнектеп бар мата, түйнектейміз, түйін дегеніміз сол. Одан кейін екінші салқын батик. Бұл тасы резепті тұйықталған сызба түрінде түсіріліп, соның төңірегінде бояумен көркем сурет салуда ұстанайды дейді. Міне көріп қандай әдемі түстермен жасалып отыр батикті салған кезде. Керемет өзінің ойламаған түстері шығады ол жерде. Ыстық батик. Резеп сурет сызбасына түсіріледі, немесе келетін жекеленген жерлерін жабады дейді. Ыстық батикті, суық батикті біз мектеп бағдарламасында қолданамыз, балауыз арқылы сурет саламыз. Себебі балауыз салмай, ол жерде біз арқылы суретті сіңдіре алмаймыз матаға. Міне, одан кейінгі тақырыбымыз гжель. Қандай түстер көріп тұрмыз гжельде балалар? Көк пен ақ түсті көріп тұрсыңдар, иә? Енді осы гжель неге салынады екен гжель? Керамикаға салынады, фарфорға салынады. Себебі фарфор күнделікті үйде фарфор ыдыстарымыз бар ғой, иә? Мінекей сол фарфор ыдыстарында осындай гжель өнерінен салынған. Гжель дегеніміз орыс халқының өнері, бұл гжель деген өзенге байланысты қойылған. Қараңыз қандай әдемі түстер, қандай түстер өзін неде қолданып тұр, өмірде қолданып тұр. Қандай өніктер қолданып тұр? Қараңызшы. Өсімдік тектес өніктер қолданып тұрғанда жапырақтар, жаңағы кішкене ғана тамшылатып, түйіршектер, қараңызшы қандай әдемі. Мінекей гжель иесі. Қақылама. Неге салынған балалар? Ағашқа салынған. Қандай түстер көріп тұрмыз? Қызыл, қара түстер, сары түстер көріп тұрмыз, ағашқа салынған жұмыстар екен бұл жерде. Бұл да ағашқа салынған сәнді өрнек. Бұл жерде де қандай өрнектер көріп тұрсыңдар балалар, мінекей. Өрнектер қандай? Өсімдік тектес өрнектер екені, барлығы да өсімдік тектес өрнектер. Қайсысын қарайтын болса да, бірақ түстері қандай түстер болып тұр? Қызыл мен қара түстер болып тұр екен, балалар? Енді бүгінгі сабақ бойынша тапсырма беріледі, балалар, сендерге тапсырма. Атауын жазуымыз керек, атауы берілді, батиктің материалын, ою өрнегін, техникасын және айырмашылығын көруіміз керек. Салыстырмалы түрде осы кестені толтырамыз. Екінші тапсырма, осы гжель, қақылама, батик тақырыбына эскиз добай орындауымыз керек. Түсіндер ма? Енді балалар, осы бүгінгі сабақ бойынша сендердің қаншалықты түсінгендеріңді білу үшін біз мына жерде мен сендерге ұяшық таңдаймыз деген жаңағы қорытынды сұрақтарды дайындап келдім. Осы жерге қарап отырып ұяшық таңдаймыз. Бұл жерде 14 ұяшық беріліп тұр. Сол 14 ұяшықтан кім қайсын таңдайды? Кім? Айтау, Камаля. Бірінші дейді, бірінші ұяшық. Батик сөзінің мағынасы дұрыс айтады. Ба дегеніміз мата, тік дегеніміз жаңағы тамшы. Ағыра, екінші кім таңдайды? Айта қой. 10-шы ма? 10.
Жел өрнектері қандай түсте болады? Көкпен. Қаттырақ айтайық та, Көкпен. дұрыс па? Арғырақ, кім таңдаймыз? Кім таңдайды? Тайыр. 9. Қаттырақ сөйлейікші. Қай ғасырда? 17 ғасырда емес пе? Ары қарай. 17-18 ғасырда. Ары қарай таңдаймыз. Сіз, Таня. 7. Қақыларында қандай түстер қолданады? Қызыл мен қара түстер қолданады. Дұрыс қой, ә? Ары қарап таңдаймыз. Айзере. 8. Батик түрлері? Тиінді, ыстық и суық. Дұрыс. Тиінді, ыстық және ары қарай. Ғани? 6. Жел дегеніміз не? Керамикалық тоқуға Салатын өрнегі. Ары қарай. Тез-тез. Тағы кім? Аянат. 4. Қақылама өрнегін қандай өрнек түрлері жатады қақылама өрнегіне? Өсімдікке кез өрнегі жатады екен, дұрыс. Ары қарап. Тез-тез. Маруан. 11. Ой өрнек түрлерін ата. Өсімдіктес. Өсімдіктес, жануар. Жануар тектес. Геометриялық. Және? Фигуралық па? Фигуралық емес. Космонологиялық деп айтамыз бі? Космонологиялық деп, міне балалар, осындай етіп, бүгінгі сабағымызды осындай етіп қорытындылай келеміз. Енді балалар, бүгінгі жаңағы ескезімізді орындайық, ескезімізді жасайық. Қазір тез-тез ескезімізді жаса. Сол ескезді мына жерге ілемі жасаған ескезімізді. Салғамыз тез-тез балалар. Өзі салдық берейік, тез-тез емізді. Жасаған жұмысымызды балалар, жасаған жұмысымызды мына жерге әкеліп ілейікші. Әкеліп мына жерге ілейік, жұмысымызды ілейікші міндерге. Бүгінгі сабақты жасаған. Ол бір қарап кеткесінде еңбегі бана тез әкеліп ілейік. Қарақтармен іліп шығайық. Ескізімізді тез-тез. Үлгергенімізше, кәмізге әкелеміз. Тағы да. Әкелеміз болды ма? Кімде қалды? Әкеле ғой. Әкел, Тайыр әкел. Тайыр әкеле ғой, мінекей. Тайыр әкел. Кімдегі қалды? Болды ма? Балалар, бүгін осымен сабағымыз аяқталды. Бүгін сабақтар жақсы мәлімет алдық деп ойлаймыз, не тақырыпты өткен сабағымыз? Батик, жел және қақылама тақырыбында. Келесі сабаққа бәріміз акварельный краска, кисточка болсын. Осында біз жаңағы қақыламанда, желді де біз бір нәрсе қылқаламның көмегімен бір нәрсені орындай беруге болады. Карандашпен салудың қажеті жоқ. Осымен балалар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қандай көңіл күйдеміз?
Rahmet ballar.